Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір ғана лайк түймесін басты ұмытпаң. Қазгидромет Романка синоптиктері дүйсенбіде 23 қазанда елдің 11 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады. Маңғыстау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде тұман. Абай облысында оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Күші 15-20. Облыстың солтүстігінде, батысына, орталығында екпіні 23-28 метр секунд болады. Шығыс Қазақстан облысының шығысында қатты жауын-шашын көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады. Күші 15-20. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 23-28 метр секунд. Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын, күндіз облыстың шығысында аздаған қар жауады. Облыстың оңтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Солтүстік-батыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады. Облыстың басым бөлігінде 15-20, екпіні 23-28 метр секундқа жетеді. Шымкентте солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20, кей уақытта 23 метр секундқа дейін жетеді.